Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бауырлар, бүгін күн шығып керемет болып тұр күн. Д витамин, в общем, заряд алып жатырық Д витаминімен. В общем, таксидағы бір нелер есіме түсіп кетіп жатыр. Әңгімелер клиенттермен. Соны бір рет дін туралы әңгіме басталып кетеді ғой енді. Сонда қандай да олар көбіне өздері бастайды ғой, жаңағы намаз оқисың ба брат деген әңгіме ғой сол. Я альхамдулилля деп. Енді айып етпеңіз, жаңағы мен атеист едім дейді маған. Мен айтамын, бұл қалай сонда? Құдайға вообще сенбейсің ба десем, жоқ, сенбеймін дейді. Екеуміз енді былай дискуссия болып кетті екеуміздің арамызда. Мен агностикпін дейді жаңағы. Агностик деген яғни көрмеген нәрсеге сенбейтін адам ғой. Бірақ мен оған айтам, сен мысалы Аргентинада болдың ба? Жоқ, болған жоқ. Мен айтам, Аргентина бар екенін қайдан білесің деген сияқты ғой мысалға. Ол бірден бір мысал. Мысалы сен миыңды өзің көрген жоқсың ғой, бірақ сен миы бар екенін білесің. Оған сен қалай сенесің мысалға? Өзің көрген жоқсың сен өзің миыңды. Ол саған манағы МРТ дей ма, жаңағы рентген арқылы көрсететін нелер бар. Бірақ құрылғылар. Бірақ сен құрылғыға сеніп тұрсың да, бірақ өзің сен бәрі көрген жоқсың ғой. Өздерінің әңгімелері логикаға келмейді ғой негізі. Енді ол ладно оны. Соны айтам ғой, сен мысал үшін мен айтам ғой сонда, сен Құдайға сенбейтін болсаң, исламға сенбейтін болсаң, сенің ертең похороныңды мысалы ислами жаңағы рәсімдермен емес, былай далаға алып бару керек те, сен дейтін лақтырып тастау керек қой. Көмілсе көміледі, көмілмесе солай жата бер, саған бәрі емес пе, сен бәрі ақыретке сенбейсің ғой деп. Сөйтіп едім, үндемей қалды ғой. Үн шықпай қалды. Себебі неге? Себебі адам баласының өлімді есіне түсірген кезде адам баласы ойланып қалады да. Сен манағыдай неше түрлі спорлармен спорт ете бересің ғой. Сен оған манағыдай айтасың, ол саған былай айтады деген сияқты. Бірақ өлімге келген кезде, өлім сәтіне келген кезде адам бірден ойлана қалады. Мысалға айтады ғой енді, самолет құлап батқан кезде ішіндегі бүкіл атеисттер Құдайға сеніп кетеді деп. Сол сияқты ғой. Негізінде бәрі де Құдайға сенеді. Бәрі де Құдайға сенеді. Сол атеистің да сенеді. Мүмкін болар дейді. Мен бір жаратылыс бар екенін мойындаймын дейді біреулер айтады. Бірақ мен оны көрген жоқпын дейді деген сияқты ғой. Сол ғой негізі әңгіме. Олардың бәрі мойындайды, просто көрген жоқпын деп айтады. Біреулер айтады қазіргі ана вселенная деп айтатын болған деген сияқты ғой. Вселенная деген ол қалай? Вселенная да ол жаратылыс қой. Вселенная бір пространствоны айтады да. Сол сияқты ғой. В общем, сондай қазақаңдар, өзіміздің қазақаңдар да сондай әңгімелерді айтады жаңа. Қасыңда отырып. Ойлайсың, субханалла. Ергіп жүрген адамдар ғой просто.